сабағымызда біздер дәңіз собықы егілердің уәкілі соя өсімдігінен сүт алу технологиясымен танысамыз. Сүт қандай етіп алынады? Әмеміз білеміз, соя өсімдігі болушыда ахмерлі әртәріптері пайдаланатын өсімдік. Оның аты бар өсімдік сиыры деген. Не үшін өсімдік сиыры? Сиырдан алынатын дерлік барлық өнімдер соя өсімдігінен алынады. Соның үшін біздер өсімдік сиыры деген атақ береміз. Енді бүгінгі сабақта сіздерменен сояның сүті қалай алынады? Не үшін пайдаланамыз? Сүті әдетте біздер кәдімгі малдың сүтін пайдаланғандай оны ішуге пайдаланамыз. Қатық істеуге болады, творог істеледі, сыр алынады. Демек, осы нәрселерді үйренуіміз үшін бүгін сіздермен ай 3 ай аятында соядан сүт қалай алуға болады деген сұрау бойынша міне істейміз. Міне біздер алып келдік сояның өндірілген тұқымы қандай етіп алынады? Мысалы, үйде жақсылап 1 килограмм сояның тұқымы дәні алынып, ол жақсылап жуылып, 6-7-8 сағатқа шейін суда бөрттіріліп қойылады. Енді сол бөрттірілген соя дәні суы төгіліп алып келінді, немесе алып келді. Һәм бұны біздер неғыламыз мясорубкадан, ямаса мясорубкадан өткереміз. Егер біздер мясорубкадан өткеретін болсақ, көшшайлағыштан өткеретін болсақ, 3 мәрте өткереміз. Һәм оны жақсылап өз тауларға сүзіп аламыз. Сүзбестен алдын біздер өткерілген соя дәніне, ямаса өткерілген массаға 5 литрге шекер қайнатылған, суытылған су араластырады. Араластырып болып оны сүземіз. Сүзіп болып табаққа салынғаннан кейін оны біз не қыламыз? Bir әсем жанатын отта бір қайнатып аламыз. Ondan кейін барып біз бұл сүтті неғыламыз екен пайдаланады екенбіз. Демек, қазір сіздер менен сүт алу технологиясын